Баршаңызға қайырлы күн. Менің есімім Болат Черниязов. Әдеттегідей сіздермен бірге Ұлыбритания, британдық адамдардың өмір салт жайында, дәстүрі, ғұрпы барлығын қазақ тілінде ақпаратпен бөлісетін азаматпын. Сіздерден өтініп сұрарым, жаңа видеолар шыққан болса, оны көре жатыңыздар, қолдай жүріңіздер. Себебі соңғы шығып жатқан видеоларымда өте аз қаралымдар. Осы видеодан көрсеңіздер де болады. Британия жайынан айтатын ақпаратпен бөлісетін өте көп мағлұматтар бар. Бүгін 6 мамыр. Өздеріңіз жаңалықтардан да көрген боларсыздар. Карл деп немесе Чарльз 3-ші корольдығы Елизавета патшайымның ұлы таққа отырды. Бұл үлкен бір мерейтой болды. Себебі соңғы рет 1952 жылы Елизавета ханшайымның таққа отырған кезінде осындай үлкен бір мерейтой болған екен. Содан бері 71 жыл өтіпті. Көптеген азаматтар айтып жатыр, біз ондайдың қалай өтетінді, қалай барлық салтанаттың деңгейін көрмедік, білмедік. Сол себептен бүгін жаңалықтардың барлығында BBC, ITV, барлық телеканалардан тек қана соны көрсетті. Менің ойымша біздің де арналардан сол жайынан ақпараттармен бөліскен болу керек. Себебі бұл үлкен бір мерейтой деп айтсақ болады. Жалпы Ұлыбритания ғана емес, бүкіл әлемдік саясатқа, әлемдік экономикаға үлкен бір ықпалы бар мемлекеттің бірі болғандықтан сіздерге бір пайдалы ақпарат болсын. Ұлыбритания әлемдегі номер 5-ші экономика. Және мен коронацияға байланысты видеоны қарап отырғанда, өтірік айтпасам, 25-30 мемлекеттің туларын бірге алып шықты. Ол тулар неге деп сұрасам, бұл британдық колониялардың тулары дейді. Оның ішінде Сингапурда болған, оның ішінде Гонконгта болған, оның ішінде Индияда болған, Пакистанда болған, Бангладеш, өте көп мемлекеттер. Осы ойында үндістер ойнап жатыр екен. Үндістер британдықтардың колониясында болғандықтан оларға осы ойындар өздеріндей үйреткен. Чемпионаттар болады. Чемпионатта Ирландия, Уэльс, Шотландия, Индия, Америка, Австралия сияқты мемлекеттер қатысады, ойнайды. Сингапур бар. Осының барлығы сол өздерінің ұлттық ойыны болып кеткен. Қараңыздар. Міне нағыз ағылшындардың атақты парктері. Осындай алаңқай, осындай үлкен діңдері жуан ағаштар. Қараңыздар, саясында бір мына ағаштың діңі өзі бір 3 адам, 4 адамның құшағындай шығар. Осындай орталық алаңда мына крикет деген ойнап жүр. Бұны бала күнімізде битпей жайт деп айтатынбыз. Ұрып қайтадан жүгіру деген. Сол ойын ғой. Сол ойында мына жерде тамашалайды. Мына жерде өздерінің жергілікті командалар бар. Міне төмен жақта ойын алаңы бар екен. Сол жаққа қазір біз де барамыз балалардың серуеніне. Қараңыздар, қандай бір Windows'ың заставкасына қоятын неме ғой, экранында тұрған. Әдемі. Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз жалпы Англияның парктерінің барлық осындай күйде болады, осындай түрде болады. Ортасында бір мынандай бір кең ғимарат болады, соның жанында ары қарай кеңінен жайылған жазық дала. Мына сияқылды болады. Бұрын мына жерлердің барлығында кең дала болған.
Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде мына жерде ұлттық гарнизон болған екен. Одан кейін оған дейін мына ғимаратта бір бай көпестің үйі болған. Сол бай көпестің бұрынғы үйінен сол екінші дүниежүзілік соғысының кезінде бұл жерді босатып, ол кісілер әскери адамдардың орнығуына мүмкіндік берген екен. Мына жерде әскерилер жаттығып, тынығып, келесі шабуылдарына, келесі бір үлкен соғысқа дайын болған. Қалыпты жағдай, ауа райы. Қарап тұрсаңыздар, осылай жаңбыр жауып тұр. Жаңбыр жауып тұр, бірақ күн ашық. Қазір бір 15 минут жауады, содан кейін қайтадан күн ашылады, сейіліп.